2026 жылға егіздер жұлдызының жалпы болжамы. 2026 жылы егіздер үшін ең басты бағыт өз жүрегінің үніне сену. Биыл ішкі түйсігіңіз бен сезіміңіз сізге дұрыс таңдау жасауға жол көрсететін ең сенімді бағдарға айналады. Өз ойыңыз бен ішкі қалауыңызға құлақ асқан сайын, өмірдегі маңызды мүмкіндіктерді дер кезінде байқап, қателіктерден аулақ боласыз. Бұл жылы өзгелердің пікіріне ғана сүйенбей, өзіңізге не қажет екенін анық түсіну ерекше маңызды. Себебі ең дұрыс жауап өз жүрегіңіздің түбінде жатыр. Жалғыздық кейде тынығуға көмектескенімен, 2026 жылы сізге шынайы тыныштық пен бақытты жақын адамдарыңызбен және достарыңызбен жақсы қарым-қатынаста болу сыйлайды. Олармен ашық сөйлесу өзіңізді тереңірек тануға, рухани қолдау алуға және өмірге сенімді қадам басуға көмектеседі. Осындай жылы қарым-қатынас сізге кез келген қиындықты сабырмен еңсеруге күш береді. Сонымен қатар, биыл шығармашылық қабілетіңіз ерекше күшейеді. Жаңа идеялар үздіксіз туындап, жұмыс пен жеке өміріңізге тың серпін әкеледі. Кәсіби салада да, сүйікті ісіңізде де жаңа жетістіктерге жетіп, өзгелерден ерекшеленетін тың бастамалар көтересіз. 2026 жылы шығармашылық ойлау қабілетіңіз алға жетелейтін басты күшке айналады. Өз мүмкіндігіңізді толық пайдалану арқылы мансапта да, жеке дамуда да елеулі табыстарға қол жеткізесіз. Осы қабілетіңізді дұрыс бағытқа жұмсасаңыз, жыл бойы көптеген жетістікке жетесіз. 2026 жылға егіздер жұлдызының мансап және қызметтегі жолы. 2026 жылы жұмыста ұсақ-түйек мәселелер көбейгенімен, олардың барлығын уақытылы әрі тиімді еңсере аласыз. Қанша қарбалас болса да, күрделі жағдайлардан шығудың жолын тез тауып, әр істі жүйелі аяқтайсыз. Биыл бір сарынды жұмыс пен өзгеріссіз өмір салты сізді жалықтыра бастайды. Бұрынғы тәсілдің енді сізге жеткіліксіз екенін түсініп, жаңа жолдарды іздеуге кірісесіз. Жұмыс әдісін өзгертіп, тың идеялар мен жаңа стратегияларды батыл енгізесіз. Осындай батыл қадамдар кәсіби өміріңізде үлкен нәтижелерге жеткізеді. 2025 жылы айналаңыздағы өсек аяң мен түрлі әңгімелер сізге көп кедергі келтірді. Ал 2026 жылы кімнің шынайы қолдау көрсететінін, кімнің тек қиындық әкелетінін анық ажырата аласыз. Сенімді әріптестеріңізді танып, арам ниетті адамдардың ықпалынан толық арыласыз. Соның арқасында мінезіңіз байсалды, ойыңыз айқын болып, кәсіби беделіңіз арта түседі. Сатурнның ықпалы өмір ырғағыңызды біршама баяулатқанымен, білімді тез меңгеруге және ой өрісіңізді кеңейтуге жол ашады. Кез келген мәселені асықпай саралап, адамдармен қарым-қатынаста бұрынғыдан да ұқыпты әрі сабырлы боласыз. Осы қасиетіңіз күрделі жағдайларда дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Жыл соңына қарай кәсіби біліктілігіңіз айқын көрініп, әріптестеріңіз бен басшылықтың жоғары бағасына ие боласыз. Еңбегіңіз еленіп, беделіңіз өседі, ал іскерлік қабілетіңіз сізге жаңа жетістіктердің есігін ашады. Махаббат жорамалы. 2026 жылы жұлдыздардың әсері егіздердің махаббат өміріне елеулі өзгерістер әкеледі. Қазіргі қарым-қатынасыңыз қандай болса да, жылдың алғашқы жартысында сезім әлемінде тыныштық пен үйлесім орнайды. Қарым-қатынасыңыз тұрақты болып, бір-біріңізді жақсырақ түсіне бастайсыз. Алайда жылдың екінші жартысында назарыңыз серігіңізбен арадағы қарым-қатынасқа ауады. Осы кезеңде араларыңыздағы түсіністік пен ашық әңгіме ерекше маңызды болады. Егер арада реніш немесе келіспеушілік пайда болса, оны іште сақтамай, ашық сөйлескен дұрыс. Бір-біріңіздің ойын мұқият тыңдап, ішкі сезімдеріңізді жасырмай бөлісу арқылы көптеген түсініспеушіліктің алдын аласыз. Осындай шынайы қарым-қатынас арадағы сенімді нығайтып, сезімдеріңізді бұрынғыдан да жақындатады. Сонымен қатар, биыл сыртқы ортадағы түрлі қызықты ұсыныстар мен азғырулар махаббат өміріңізге әсер етеді. Сондықтан сезімнің жетегіне еріп кетпей, сабыр сақтап, қазіргі қарым-қатынастың қадірін бағалау маңызды. Асығыс әрекетке жол бермесеңіз, арадағы махаббат пен сенім одан әрі беки түседі. Ал бойдақ егіздер үшін 2026 жыл махаббатқа толы кезең болады. Әсіресе сәуір мен қараша айларында жаңа таныстықтар көбейіп, жүрекке жақын адамды кездестіруге жол ашылады. Егер уақытыңыздың басым бөлігін жұмыс пен үй арасында өткізетін болсаңыз, достармен кездесулерге, түрлі іс-шараларға және қоғамдық ортаға жиірек қатысыңыз. Осындай кездесулер сізге жаңа адамдармен танысып қана қоймай, өмірлік серігіңізді жолықтыруға да мүмкіндік береді. 2026 жылға егіздер жұлдызының қаржы жорамалы. 2026 жылдың алғашқы 4 айында қаржылық жағдайыңыз тұрақты болады. Кіріс пен шығыс өз тепе-теңдігін сақтап, қаржыға қатысты алаңдауға себеп болмайды. Алайда мамыр айынан бастап қаржы мәселесіне ерекше жауапкершілікпен қарау қажет. Бұл кезеңде табысыңызды жоспарлау мен ақшаны басқаруда ұқыптылық маңызды рөл атқарады. Әрбір қаржылық қадамды алдын ала есептеп, асығыс шешім қабылдаудан аулақ болған жөн. Жыл ішінде инвестиция немесе табыс әкелетін жаңа ұсыныстар жиі кездеседі. Кейбірі өте тартымды болып көрінгенімен, олардың бәрі бірдей сенімді бола бермейді. Сондықтан әр ұсынысты мұқият саралап, тәуекелі жоғары жобаларға қаржы салудан бас тартқан дұрыс.
Жеңіл әрі жылдам табыс уәде ететін ұсыныстарға ерекше сақтықпен қараңыз. Тез пайда табуға деген ұмтылыс үлкен шығынға алып келуі мүмкін. Есіңізде болсын, оңай келген табыстың артында көбіне үлкен қауіп жасырынып тұрады. 2026 жылы қаржылық жетістікке жетудің басты жолы сабыр сақтау, ақшаны дұрыс жоспарлау және әрбір қаржылық шешімді жан-жақты ойластыру. Осындай ұстаным сіздің табысыңызды тұрақтандырып, материалдық жағдайыңызды нығайтады. Оқу білім жорамалы. 2026 жылы егіздер үшін білім мен оқу саласында үлкен серпіліс болады. Жаңа ақпаратты қабылдау қабілетіңіз артып, кез келген пәнді меңгеру бұрынғыдан әлдеқайда жеңілдейді. Теориялық білімде де, тәжірибелік тапсырмаларда да жоғары қызығушылық танытып, оқуға деген ынтаңыз арта түседі. Сонымен қатар, шығармашылық қабілетіңіз де жаңа деңгейге көтеріледі. Әдебиет, ғылым, технология немесе өнер саласында өз талантыңызды жарқырата көрсетесіз. Күрделі тақырыптарды тез түсініп, жаңа білімді оңай игересіз. Дегенмен, жоғары нәтиже үздіксіз еңбектің арқасында келеді. Табандылық танытып, күн сайын ізденіп, алған біліміңізді тәжірибеде қолдансаңыз, қабілетіңіз толық ашылады. Дарын мен шабыт жетістікке бастайды, ал еңбек сол жетістікті баянды етеді. Биылғы қызығушылығыңыз сізді бір ғана бағытпен шектемейді. Әртүрлі саланы зерттеп, дүниетанымыңызды кеңейтесіз. Жаңа дүниені білуге деген құлшынысыңыз оқу жолындағы ең үлкен артықшылыққа айналады. Егер мақсатыңыздан айнымай, алған біліміңізді үнемі тәжірибемен толықтырып отырсаңыз, 2026 жыл оқу мен ғылымда үлкен жетістіктер әкелетін жемісті кезең болады. 2026 жылға егіздер жұлдызының денсаулық жорамалы. 2026 жылы эмоцияңызды бақылау денсаулығыңыздың басты кепіліне айналады. Жылдың соңғы 2 айында ашуланшақтық күшейіп, көңіл күйіңіз жиі құбылады. Болмашы нәрсеге ренжіп, айналаңыздағы адамдармен келіспеушілікке ұрыну оңай болады. Сондықтан ішкі күйзелісті уақытында жеңілдетіп, көңіл күйіңізді дұрыс басқаруға көңіл бөліңіз. Музыка тыңдау, сурет салу, театрға бару немесе өзіңізге ұнайтын шығармашылық іспен айналысу жан дүниеңізді тыныштандырып, ойыңызды ретке келтіреді. Осындай демалыс түрлері күш-қуатыңызды қалпына келтіріп, күнделікті жұмысты сабырмен атқаруға көмектеседі. Көлік жүргізетін егіздер үшін де биыл сақтық аса маңызды. Ашумен немесе мазасыз күйде рөлге отырмаңыз. Жолда барынша сабыр сақтап, назарыңызды толықтай көлік жүргізуге аударыңыз. Байыпты әрі мұқият жүргізу өз қауіпсіздігіңізді ғана емес, айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігін де қамтамасыз етеді.